Ал енді жас балаға барып дінді қинап үйрету, оны барып қорлау, немесе ертең қиналады бұл деп сезіну дұрыс емес амалдардан. Енді сен балаңа дінді емес, өзіңе дінді үйретуің керексің бірінші. Сен өзің діннің әмірлерімен боялып, діннің әмірлерімен жүріп тұрған болатын болсаң, онда сенің балаң ұзаққа бармайды. Тура сен не істедің, сен қандай амал жасадың, соны істейді де қояды. Айтады ғой, алма ағаштан ұзаққа түспейді дейді. Етегіне түседі. Дәл сол секілді балаңды сен не амал қылсаң, соны қылады. Ғалымдарымыз айтады, өте керемет айтады. Жастайында балаңа Құдайдың барлығын үйретпесең, есейгенде Құдайға балаңды айтып шағымданасың дейді. Қалай керемет айтқан, мынау оңбаған бүйтіп жатыр, Құдайым, мен саған не жаздым, мынау баламны бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп шағымданасың дейді. Сол үшін де өзінің махаббатпен, көркемдікпен, жақсылықпен дінді үйрету керек, қорқытумен үйретпеу керек балаға. Егер қорқынышпен, қорыққанмен үйренетін болса, ол да есейеді, ертеңгі күні келіп жаңағы сенен теріс айналатын, сенің дініңнен теріс айналатын, сенің ұстанымыңнан теріс айналатын халді бастан кешіруі мүмкінсің. Сол үшін де балаға әдеппен, махаббатпен, жақсылықпен үйрету керек.